Дәрігерді жолынан қалдырған ғажайып дұға. Достар, арнамызға подписация етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Пәкістандық дәрігер Ишан Хусейни медицина саласында жасаған ерен еңбегі үшін марапат алуға халықаралық бір конференцияға бара жатқан еді. Ұшаққа отырады. Бірақ ауа райы күрт өзгеріп, найзағай ойнағандықтан ұшақ ең жақын жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Одан кейінгі ұшақ 16 сағаттан соң ұшатын еді. Ызалы түрде, ол конференцияға міндетті түрде үлгеруім керек. 16 сағат күте алмаймын, дейді ашуға мінген дәрігер. Әуежай қызметкерлері баратын қала 6 сағаттық жерде екенін, қаласа машина жалдап бара алатынын айтты. Хусейни асығыс жолға шығады, бірақ қатты жаңбыр жолды көрсетпей, ақыры соңында селдің салдарынан көлік жолда жүре алмайтын жағдайға жетті. Дәрігер жолдың шетіндегі ескі бір үйдің есігін қағып, жылдам ішке кірді. Үйде бір қарт әйел отыр еді. Дәрігер асығыс түрде оған: "Телефоныңды бере тұршы, қоңырау шалуым керек", деген кезде әйел: "Балам-ау, көрмей тұрмысың? Бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ. Келе ғой, біраз демал, тамақ іш, шай іш, содан кейін ол жұмыстарыңды көре жатарсың", дейді. Жігіт шарасыз түрде қарт кісінің айтқандарына келісіп, біраз жылынып тамақтанып болып, шай ішіп отырған уақытта әйел кісі намаз оқып ұзақ дұға етіп, Аллаға жалбарып. Хусейни назар салып қарап, әйелдің бір бесікті тербетіп жатқанын және бесікте қимылсыз кішкентай нәрестенің жатқанын көрді. Мұншалықты жылап дұға қыларда не жағдай болды? "Мынау кімнің баласы болды, апатай?" деп сұрайды. Қарт әйел: "Бұл анасынан да, әкесінен де жетім қалған немерем. Ауыр дерті бар. Жақын маңайдағы ешбір дәрігер емін таба алмады. Ишан Хусейни деген дәрігер бар екен. Емін тек сол біледі", дейді. Бірақ өте алыста. Оған жету үшін бірнеше күн жол жүру керек. Шарасыздан "Алла бұл сәбидің дертін жеңілдеп, шипасын берсін" деп Аллаға дұға қылудамын. Сол сәтте дәрігер Хусейни көз жасына ерік берген еді. Екі бетін жас жуған күйі: "Орныңнан тұра ғой, апатайым. Алла сенің дұғаңды қабыл қылып, сенің дұғаң көктен найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды. Аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырып, мені сізге алып келді", деген екен. Алла құлдарына қалағанын осылайша береді.